Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Видеода тауық етін картоппен духовкада пісіру рецептісі болады. Бұл тағам өте оңай, дәмді әрі қысқа уақытта дайын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Пісіру үшін бізге тауық сан еті мен қанаттары, томат пастасы, сарымсақ, паприка және қара бұрыш пен басқа да көкөністер қажет болады. Маринадты қоспас бұрын тауық етін видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Бұл маринадтың етке жақсы сіңуі үшін жасалынады. Енді етімізге дәмдеуіштерді қосамыз. Ол үшін 1 шай қасық тұз және де 2 немесе 3 ас қасық томат пастасын қосамыз. Одан кейін туралған немесе езілген сарымсақ және де оның құрғақ түрінде сеуіп шығуға болады. Артынша паприка себеміз және де қара бұрышты жақсылап сеуіп, барлық дайын болған маринадты араластырып шығамыз. Осы дайын болған маринадтың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді тауық етімен бірге картопты да духовкада пісіретін боламыз. Картопты духовкаға салмас бұрын сыртын қызып тұрған майға қуырып қызартып аламын. Сол кезде картоп өте дәмді, әрі сырты хрустящий болып, іші жұмсақ болып піседі. Алайда бұлай жасау міндетті емес, жай ғана картопты турап, етпен бірге сала салсаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей картопты осылай қалың етіп турап шығамыз. Табаға майымызды құйып, оны жақсылап қыздырып, картопты салып, үлкен отта оның сыртын ғана қызартып, бір-бірімен аудартып пісіріп аламыз. Бұны толық пісірудің қажеті жоқ, тек қана сырты қызарса ғана болғаны. Осылай кезекпен аударып шығамыз. Қызарғаннан кейін басқа ыдысқа барлығын салып орналастырамыз. Видеода көрсетілгендей картоп осылай әдемі болып қызарып піседі. Духовкаға салмас бұрын оған дәмдеуіштер қосамыз. Жарты шай қасық тұз себеміз және де паприка, одан кейін құрғақ сарымсақты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді противенге сұйық майды жағып, артынша пісіретін тауық еттерін орналастырып шығамыз. Кейін піскен картоптарды қойып шығамыз. Және де осы сәтте қалаған көкөністеріңізді қоссаңыздар да болады. Менің видеомда черри қызанақтарын қосып шықтым. Және де міндетті түрде қызып тұрған духовкаға осыны 180 градусқа 35-40 минутқа салып пісіреміз. Тауық еті осылай жұмсақ, қызыл түсті сочный болып шығады. Егер де еттерді духовкада көп уақыт ұстайтын болсаңыздар, ол құрғап кетуі мүмкін. Сондықтан дәл уақыт бойынша пісіргендеріңіз дұрыс. Мен еттерді басқа да көкөністермен әсемдеп дастарханға ұсындым. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.